Сәлеметсіздер, бүгін біз лакомка дайындаймыз. Буфетте сатылатын. Ол үшін бізге креміне май мен сгущенка керек. Мынаған біз сүт қосамыз. Жылы сүт араластырамыз, жылы су араластырамыз. Дрожжіні араластырамыз. Оған сары майымызды қосамыз. Қант қосамыз. Енді мына ұнымызға, тұзымызға араластырамыз. Енді оны араластырамыз осыған. Онды араластырып болғаннан кейін тестаны 1 сағатқа көтеруге қойып қоямыз. Оған дейін кремін дайындаймыз. Сгущенка мен сары майды араластырылған. Тестамыз дайын, енді 1,5 сағатқа жылы жеге қоямыз. Толық нұсқасы. Тестамыз дайын, енді 1 сағат, 1,5 сағатқа көтерілгенше қоямыз. Толық грамм описаниясында жазылып тұрады рецепттің толық нұсқасы. Мен тестаны 50 граммнан бөлдім. Сіздер можете 100 граммнан бөлуге. Мен өзім мелкий булочканы жақсы көремін, сол үшін 50 граммнан бөлдім. Сіздер 90-100 граммнан бөлсеңіздер болады. Енді осы тестаны былай қатайтып, осылай ішіне май ештеме жақпай, осылай қайырып қойып, осылай қойып бересіздер. Сосын бұл кішкене көтеріледі, сосын духовкаға саласыздар. Міне тестамыз дайын болды. Біз сана бөліп, осылай қатайтып қойғаннан кейін 30 минутқа қойдық. Духовканың алдында жұмыртқасын жақтық. Енді 200 градусқа 10-15 минутқа пісіріп аламыз. Міне бағанағы духовкаға пісірген булочкамыз пісті. Міне енді осылай ортасын былай ашамыз. Сосын мына кремді жағамыз. Сосын бір булочканы мынанда былай үгітеміз. Дайын. Осылай бәрін ештіп ашып, ортасына кремін жағамыз. Сосын дайын екіншісі. Буфетте сататын лакомкамыз міне дайын. Астарыңыз дәмді болсын. YouTube'ға кіріп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.